Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге LR компаниясы өндіретін алоэ гель персик өнімінің сапасы және құрамы жағында сіздерге кішкене осы эксперимент арқылы оның өте жақсы өнім екенін білдіргім келеді. Бірінші осы 2 бокалға бірдей қылып суды құйып аламыз. Міне 2 бірдей суды құйдым. Бұдан кейін 2 бокалда да тең су құйылған. Енді біреуінің ішіне йод тамшысын тамызамын. Неге тамызып жатыр деген сұрақ туындайды сізге. Себебі біздің ағзамыздың өзін осындай қалыпта қабылдаңыздар. Қазіргі біздің қан тамырларымыздың бәрі синтетикалық және химиялық тамақ жегендіктен осының ішіндегі қанымыздың бәрі өте кір, лас, және біз көбінесе таза өнім қазір жемейміз. Қазіргі заманда ылғи кір өнімдерді жегендіктен синтетикалық химиялық құрамы бар өнімдердің барлығы. Сондықтан осындай қан тамырлар бізде қазір қалыптасып қалды көбінесе. Енді осының ішіне алдын ала дайындап қойған макарон өнімдерінің кеспесін тастаймын. Бұл біздің ішімізде желініп жатқан шашлығымыз, химиялық қоспасы бар тамағымыз, солардың бәрі осының ішіне түсіп, қанымыздың ішінде әртүрлі қоспалармен бірге қарайып, тамырымыздың іші кір болып жатыр деген сөз. Міне, көрдіңіздер, қап-қара болып қалды, е? Енді осының ішінен біреуін алып, мен мына таза суға салып көрейін. Таза су біздің ағзамызды жуам екен, көрейік. Міне, салдым. Енді таза суды көреміз, міне. Таза су жуам екен. Көрдіңіздер, міне, таза су жуған жоқ. Енді осы тұрған жаңағы алоэ гель персигін мен сіздерге міне толтырып алдым да бір кішкене қабықшасын. Енді осының ішіне құямын мен міне. Енді оны әр қарата былғай береміз. Былғай берген кезде міне қанымыздың ішіндегі тамырларымыздың өзі ағарып жатыр. Енді әр қарата қозғай берсек, мына макарон өнімдері де өзінің түрін өзгертіп, ақ болады, өзінің бірінші қалпына түседі. Бірінші қалпына түседі. Қазір сізге процесстерді тездету үшін мен екінші қалпағын құяйын. Себебі бір қалпақтан ішу керек та бір күнде. Мына эксперимент үшін, сіздерге экспериментті тездету үшін сіздерге мұны көрсетіп жатырмын. Мұны көрдіңіздер. Ағарып жатыр енді. Осының ішінде суымыздың түсі де өзгерді. Енді мына макаронымыздың да түсі өзгерді. Міне, ағарып. Қазір мен сіздерге міне ағарып жатыр ішінде. Былғай берсеңіздер, ағарып өзінің бұрынғы қалпына келіп жатыр. Яғни, біздің қан тамырларымызда осындай алоэ ішкен кезде тазарып, ағарып, өте жақсы жұмыс істеуіне жол ашады органдарымыздың. Осы неміс компаниясы өндіретін өнім. Қазіргі кезде мына нарықта неше түрлі алоэ өнімдері көбейіп кетті. Сондықтан алу сіздердің құқықтарыңызда. Мына көріп отырған экспериментті қалайық тек қана жақсы жағынан ойлап, органдарыңыздың, организмдеріңіздің дұрыс жұмыс жасап, одан әрі қарата тазаруына жол ашамын десеңіздер, LR компаниясының өнімдерін қолдануға қолдануды ұсынамын. Міне, аппақ болып шыға келді. Рахмет көргендеріңізге, денсаулықтарыңыз мықты болсын.